Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен бірге өте дәмді слоеный лепешки дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды қойып, оның үстінен дрожжымызды салып, дәміне қарай қантымызды салып, тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, содан соң електен өткізілген ұнымызды қажетіне қарай қосып алатын боламыз. Қамырымыз осылай біріккеннен соң 30 грамм сұйық майымызды қойып, тағы да жақсылап қамырымызбен жұмыс жасап алатын боламыз. Бұл жерде біздің қамырымыз жұмсақтау болып шығу керек. Міне біздің қамырымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай, бетін пищевой пленкамен орап, бетін жауып, сәл көтерілгенше 1 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Міне біздің уақытымыз өтті. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз күшті болып көтерілді. Қамырымызбен жұмыс жасауды бастайтын боламыз. Дайын болған қамырымызды кішкене ұнымызды сеуіп, өзімізге қажетті бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бұл жерде бізде 2 лепешка нан шығады. Ең алдымен ұнымызды сеуіп, бірінші бөлігін оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жақсылап жайып алатын боламыз. Жайып алғаннан соң үстінен ерітілген сары майымызды құйып, барлық жағына жағып алатын боламыз. Жағып алғаннан соң қамырымызды рулет секілді видеодағыдай етіп орап алатын боламыз. Қамырымызды орап болғаннан соң тағы да дәл видеодағыдай осылай орап пісіретін формамызға алдын ала салып алатын боламыз. Осы кезде алдын ала духовкамызды 150 градуста қыздырып ала берсек болады. Дайын болған қамырымыздың үстінен осылай 2 қолдың көмегімен жайып алатын боламыз. Қамырымыз сәл көтерілгенше бетін 10-15 минутқа жауып күтетін боламыз. Уақытымыз өтті. Қамырымыз сәл көтерілді. Содан соң қолдың көмегімен нанның формасын жасап алатын боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша арнайы құралдың көмегімен жасап алсаңыздар болады. Формамызды жасап болғаннан соң 1 ас қасық сүтімізді щетканың көмегімен нанымыздың бетінен жағып алатын боламыз. Ақ кунжут және де макпен нанымыздың бетінен сәндеп шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Дайын болған нанымызды 150 градуста 20-25 минутта қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Дәл солай екінші қамырымызды да орташа қалыңдықта жайып, ерітілген сары майымызды жағып, рулет етіп орап, осылай тағы да орап алатын боламыз. Содан соң формамызға салып, бетін басын қырап жайып алатын боламыз. Егер де нанды көп етіп жасағыларыңыз келсе, құрамы мен мөлшерін 2-3 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Өте дәмді жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер. Содан соң нанымызды формаға салып, сүтімізді жағып, ақ кунжут макпен сәндеп, қызып тұрған пешімізде нандарымызды пісіріп алатын боламыз. Міне біздің нандарымыз өте әдемі болып қызарып пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!